Құрметті көрермендер, сәлеметсіздер. Бізде Әлиханның 5-ші күні бір видеоға түсіргенбіз, көргенсіздер. 5-ші күні дәріні үзгенбіз, е? Одан бері ішкен жоқсыздар ғой? Жоқ, дәрі. Бүгін нешінші күн болды? 14-ші күн. 14-ші күн Әлихан әрине кішкене абастырына берді. Бір күні бір қатты ауырған күні болды, бір алдыңғы жексенбі күні. Ол күні 5 сағат жылтып, Әлиханға қуат беріп, сол күні аппетит ашылып, настыры сол күннен бері жақсы болды, не? Ол күннен бері жақсы. Қазір 14 күн болды, Әлиханның дәрісін ішкізбейміз. Қандай диагнозбен деп еді? Эпилепсия деп берген. Эпилепсия деп берген, қанша күн ішіп еді дәріні? Алдында сентябрь, октябрь, ноябрь 3 ай ішті. Дозасын аз мөлшермен ішкенбіз. Содан кейін ноябрьден бері қарай көбірек мөлшерге берген. Содан кейін мен сіздердің осы орталықтарыңызды естідім да, бірден сол больницадан кейін осында келіп, өзіңізден сұхбат алып, содан кейін сол дәрі дозасын көбейткен жоқпын, керісінше тоқтаттық. Сонымен қазір дәрі ішпейді. Дәрі ішпейді, судорога бермей. Жағдай жақсы, ұйқысы жақсы, аппетит жақсы, де? Болды, ары қарай осы мен сізге айтқан графикпен күтіммен алып жүрсеңіз, кішкене ұрыспай, зекімей баланы кішкене өте совсем ерке болып кеткен бірақ Әлихан, сосын тамақты дұрыстап беріп, түнде ерте ұйықтатып Әлиханды жылы ұстау керек, самый главный. Басқа суық тигізіп беріп, басын жылы ұстау керек. Байқадыңыз ба? Басқа суық. Сол өзі адам емдеп жүріңіз, врач болып кетесіз өзіңізде, емші болып кетесіз. Мүмкін болса келіп оқып алыңыздар. Оқып алып, сосын ағай Әлихан ауырса, сосын қайын судорог ұстағанда нүктемен қалай емдеп алуды көрдіңіз ғой? Дәрі-дәрмек бере бермеңіз, дәріге тәуелді болмаңыз. Сөйтіп жазып алдық, міне Әлихан қазір бір жеңі ауырады ма, айтшы? Әлихан бізге келгенде сап-сары қара болып келген. Қазір өңі ашылып, бетіне кішкене қан жүріп жақсы болып қалды, Сол, ондай бір қорқынышты ештеңе жоқ, эпилепсияның өзі жазылады. Сондықтан келіп осы ілімді үйреніп, оқып алып, өздеріңіз емдеп алғандарыңыз әлдеқайда тиімді ғой. Дәріге тәуелді болғаннан кейін, сіздер 3 ай жеңіл іштіңіздер, 2-ші, 4-ші айында дозасы кішкене күштірек болды. Одан арғы врачтар тағы да көбейтеміз деген. Бірақ оған бұл кісі бізді естітті, сразу дәріден тоқтатып, бізге келіп емдетті. Қазір 14 күн болды, Әлиханымыз дәрі ішпейді, эпилепсия ұстап жатқан жоқ, толығымен айықпаса да, беті бері қарады. Енді үйге барып, жақсылап тұрып күтім жасап, арғай судорога ұстатпасаңыз, баланың денсаулығы, иммунитеті жалғасы жақсы болып кетсе, ауру мен ойлаймын болмайды судорога. Жаман ғой дәрі ішіп жүрген, қан алсын баланың. Үйге барып дұрыстап күтім жасаңыз. Қаншадан біреудің үйінде жатырсыз ғой. Үйге барып дұрыстап күтіп. Жақсы, рахмет сіздерге. Халыққа не айтасыз? Келіңіздер. Жазылмайтын ауру жоқ. Негізі адам өзіміз жетіп жатыр. Адам емдейтін тек қана өзінің күш-қуаты. Күш-қуаттарыңыз мықты болсын, қуаттарыңызды үнемдеңіздер, денсаулыққа ат үсті қарамаңыздар. Күш-қуаттарыңызды үнемдеп, жылы қуаттарыңызды жинап жүріңіздер. Сарқытпай, ерте ұйықтап, ерте тұрып, бір уақыт спортпен шұғылданып, өте суық қасиетті тамақтарды жемей, жей бермей, көңіл күйді дұрыс ұстап жүрсеңіздер, мен ойлаймын ешкім ауырмайды. Ауырған жағдайда да осы не ексең соны орасың дейді ғой. Жағдайды жақсартып жүрсеңіздер, денсаулықтарыңыз жақсы болып шыға береді. Өз адам өзі біліп отырады, бүгін неге ауырдым, кеше ұйқым қанбай қалды, осы 2-3 күн неге дұрыс болмай жүрмін, кеше мен суық тигізіп алдым деген сияқты. Өз әр нәрсенің себебі бар. Себебін дұрыстасақ, бәрі дұрыс болады. Ауырмаңыздар.